Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы басталды. Бүгінгі күннің жады мен сабақтың тақырыбын дәптерге жазамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сурет саламын. Орыс тіліндегі аудармасы я рисую. Алдымен жаңа сөздермен танысамыз. Кімнің, чей, сурет, рисунок. Сурет саламын, я рисую. Қағаз, бумага. Жаңа сөздерді дәптерге жазып аламыз. Кімнің, сурет, сурет саламын, қағаз. Тыңда және қайтала. Мен сурет саламын, я рисую. Сен сурет саласың, ты рисуешь. Ол сурет салады, он рисует. Мен, я, сен, ты, ол, он. Мен сурет саламын, сен сурет саласың, ол сурет салады. Тыңда, қайтала оқы. Бұл кімнің суреті? Это чей портрет? Бұл атамның суреті. Это портрет моего дедушки. Бұл әжемнің суреті. Это портрет моей бабушки. Бұл әкемнің суреті. Это портрет моего отца. Бұл анамның суреті. Это портрет моей мамы. Мен сурет саламын. Сен сурет саласың, ол сурет салады. Мәтінді оқы. Бұл қағаз. Қағаз ақ. Менің қарындаштарым бар. Мен әжемнің суретін саламын. Сен әкеңнің суретін саласың. Ол атасының суретін салады. Балалар, қағаз қандай? Қағаз ақ. Мен кімнің суретін саламын? Мен әжемнің суретін саламын. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.